Соңғы жылдары шетелде діни білім алудың қауіп-қатері жиі көтеріліп жүр. Өйткені өзге елге білім қуып барған қазақ жастарының ішінде жат діни ағымдарының ықпалына түсіп, теріс идеологияның қолшоқпары болып кеткендер аз емес. Жат ағымдар идеологиясы шетелдік діни оқу орындарынан бастау алатыны белгілі. Сол себепті шетелде діни білім алам деген абитуриенттер оқу орнын таңдағанда аса сақ болғаны дұрыс. Осы ретте ел азаматтары теологиялық білім алу үшін Қазақстанның да мүмкіндіктері жоғары екенін білулері керек. Мәселен, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті және Түркістан қаласындағы Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде жоғары білімді теологиялық мамандықтар бойынша мамандар даярлаумен айналысады. Одан бөлек 9 медресе колледж жұмыс істейді. Ал шетелдік жат ағым өкілдері қазақ жастарының санасын қалай жаулады? Оның қаупі неде? Маман пікірін тыңдап көрейік. Ол жерде берілетін білімді көбі біздің дәстүрімізге сәйкес келмейтін білім. Біздің мынау мүфтияттың ұстауын отырған жалпы Қазақстанның бара жатқан бағытына сәйкес келмейтін түсініктегі сондай бір оқу орындары болды. Сосын жергілікті дәстүрді көбіне мойындамайды, ұлттық дәстүрімізді мойындамайды, тек қана солардың үйреткен көзқарасымен келіп, сенің ата-бабаң адасқан, сенің ата-бабаңда дін болмаған, ол Орта Азиядан Қорасан төңірегіне дін дұрыс жетпей қалған, сондықтан осы кезде мүмкіндік бар, міне таза дінді біз ғана беріп жатырмыз, және ол бәрі деуге енді топырақ шашпаймыз, бірақ 50% радикалданған көзқараспен оралады. Сондықтан болашағын дінтану мен теологиялық ілімдерді зерттеуге арнаған қазіргі жастарға өз отанында кәсіби білім алудың барлық мүмкіндіктері бар екенін естеріңізге саламыз. Әрбір жас бакалаврлық базалық ілімді шетелдердің діни білім орталықтарында емес, өзіміздің отандық оқу орындарында да ала алады.